Менің есімім Алтанбек Арайлым, және де мен Қарағанды қаласының химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектептің 8-ші сынып оқушысымын. Жобамның тақырыбы Бауыржан Момышұлының Ұшқан ел шығармасындағы отбасы концептісі. Жобамның мақсаты шығармада көрініс тапқан отбасы концептісінің интермәтіндік байланыстар арқылы талдай отырып, тілдік сипатын, тәрбиелік мәнін ашып, лингвомәдениеттану мен этномәдениеттанудағы мәнін, ұлттық рухты танытудағы алатын орнын пайымдау. Шығармамның мазмұны концепті ұғымы тілді және де мәдениетті кешенді зерттеуге бағытталған менталды бірлік ретінде алынды. Отбасы және Ұшқан ел шығармасының ұғымдарына мәні ашылды. Ұшқан ел повесіндегі отбасы дәстүрлеріндегі және ұрпақ мәселесіне қатысты тілдік ұғымдардың тілдік сипаты қарастырылды. Өзектілігіне тоқтала кететін болсам, 21 ғасырдағы жаңа қазақ адамының талғамын қанағаттандырып, толыққанды тәлім мен тәрбие беретін негізгі қазық Бауыржан Момышұлы еңбектері. Соған байланысты Бауыржан Момышұлы еңбектері, яғни ішіндегі Ұшқан ел шығармасы өзек ретіп алынды. Интермәтін дегеніміз бір мәтін мен басқа мәтіннің байланысы. Бұл интермәтін ұғымы жобада үлкен орын алады. Отбасы ұғымына қатысты интермәтіндік байланыстар, мысалы, от жаққан жерім, отымның басы, түтен түтіккен үйім және тағы да басқалары. Бауыржан Момышұлының Ұшқан ел шығармасы 1974 жылы жазылды. Шығармада Аққұл, Зейнеп, көкесі Момынқұл, Бабаш, Текебай мен Қабылбек билер, асыл қажетті әже Асқартау Момыштың бейнелері көрсетілген. Бауыржан Момышұлының Ұшқан ел шығармасындағы атауындағы этимологиялық астар балапанияда не көрсе, ұшқанда соны алады. Осыған байланысты зерттеуші Қайдаровтың еңбегінде мақалдың о бастағы мағынасы саятшылық өнерге байланысты айтылса керек. Бүркіт ұяға жем үшін түрлі аң мен құсты не жемтік әкелетін болған, балапан шарға таяған кезде тіпті аң мен құсты ұяға тіріде әкеліп баулыған деген сөздер де бар. Бесік жыры шығармада бесік жыры да үлкен орын алған, және де бұған біз тоқтала кеттік. Бесік жырының мақсаты әкенің отбасындағы алатын орны, балаға деген сүйіспеншілігі мен ыстық сезімдерін көрсету. Шығармадағы бата беруге тоқтала кететін болсам, Ахментай Батыр бабасындай Домалақ анамыз атты тұлғаларға жобада толықтай тоқтала кеттім. Бата дегеніміз арабтың фатеке сөзіне шыққан, яғни мағынасы ақ ниет алғыс айту. Шығармада көрініс тапқан бесік жырына тоқтала кететін болсам, Абай атамыз айтқандай, он нұрдан басталып, шығармада толықтай қарастырылды. Бауыржан Момышұлының сөзі бойынша, ертексіз өскен бала рухани мүгедек адам, және де бесікте жатқанда құлағына анасының әлдияны сіңбеген баланың көкірегі кейін керең болып өсе ме деп қорқатынын білдірген. Балаларымыздың ғұлама желері азайып бара жатқанына қатты өкінем, қабырғам қайсады деп пікір айтқан. Шығармада жеті ата ұғымына да толықтай тоқталып кеттім, және де ол қарастырылды. Ой түйінге тоқтала кететін болсақ, біріншіден отбасы Ұшқан ел ұғымдарына толықтай мәні ашылды. Екіншіден, отбасы мүшелері, мысалы, әке және ананың рөлін және де оның жақсылығын танытатын Асқартау, Қайнарбұлақ және де тағы да басқа ұғымдардың мәні ашылып, пайымдалды. Үшіншіден, шығармада көрініс тапқан отбасы тәрбиесіндегі дәстүрлер қарастырылды. Пайдаланылған әдебиеттер, назарларыңызға рахмет.